Hi guys, бүгін біз сіздермен ағылшын тілінде сөздік қорларыңызды 1 минутта 100 есеге көбейтетін боламыз. Ол үшін ең алдымен сіздерге бар болғаны өзіңіз білетін кез келген етістікті алу керек. Егер сол етістіктің соңына ер немесе or деген жалғауды жалғайтын болсаңыз, онда сізде сол затты жасайтын адам немесе зат пайда болады. Мәселен, cook ол тамақ жасау, ал соның соңына ер жалғауын жалғайтын болсаңыз, cooker аспазшы, яғни тамақ жасайтын адам болып шыға келеді. Дәл осылай кез келген етістіктің соңына ер, or жалғауларын жалғасақ, бізде сол затты жасайтын адам немесе зат пайда болады. Екінші сөз ол бізде write, жазу. Ал егер сіз жазушы деп айтқыңыз келсе, оның соңына бар болғаны ер жалғайсыз. Writer. Көлік жүргізу, drive, көлік жүргізушісі, driver. Ал егер бір затты қайта жасап жатырмын, қайтадан қарап жатырмын деп айтқыңыз келсе, кез келген етістіктің алдына ре жалғайтын болсаңыз, онда ол бізде бір затты қайта жасау деген мағынаны білдіреді. Тек етістіктің алдына ғана жалғаймыз. Мысалға, watch қарау, rewatch қайта қарау, read оқу, reread қайта оқу, play ойнау, replay қайтадан ойнау. Дәл осылай кез келген етістіктің алдына over деген сөзді қоятын болсақ, ол бізде сол затты көп жасап кету, шамадан тыс жасау деген мағынаны білдіреді. Мысалға, think ойлау, ал тым көп ойлану ол бізде overthink. Overthink тым көп ойлау. Ал sleep бізде ұйықтау, тым көп ұйықтап кету, шамадан тыс ұйықтау бізде ол oversleep болады. Ағылшындықтар жаңадан бір сөз ойлап тапқан кезде, оның атын қоятын кезде көбінен екі заттың қосындысынан атын қояды. Мәселен, және ол оның мағынасын білдіреді. Мәселен, homework үй жұмысы деген сөз бар. Соны бөліп қарастыратын болсақ, home үй, work ол жұмысшы, жұмыс деген мағынада. Екеуін қосқан кезде homework үй жұмысы пайда болады. Дәл осылай сөздердің мағынасына қарайтын болсаңыз, сіздің сөздік көбініс өте қатты көбейеді. Мәселен, bedroom ол бізде жатын бөлме, bed төсек, room бөлме, bedroom жатын бөлме. Сол сияқты newspaper. News ол бізде жаңалық, жаңалықтар, paper ол қағаз, ал біз жаңалықты қай жерден оқимыз? Газеттен оқимыз, Дәл сол сияқты тура осындай өте көп сөз бар. Сөз жаттаған кезде ең алдымен оның шығуына, оның қалай жасалуына назар аударатын болсаңыздар, сіз ол сөздерді жаттап қана қоймай, оны мүлде ұмытпайтын боласыздар.